Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Қым-қуыт қарбалас тірлікте жүріп, жанымызда жүрген жақын адамдардың ізгі істерін елеп ескермей жататындығымыз рас. Қоғам алдында өз азаматтық борыштарын абыроймен атқарып жүрген, көптеген игі іс-шараларға үлес қосып жүрген азаматтар баршылық. Солардың бірі де бірегейі Тұрар Саттарқызы. Тұрар Саттарқызы журналист, этнограф және қоғам белсендісі, тарихшы. Ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттап, жастардың әсіресе бала тәрбиесінде үлкен рол атқарып жүрген менің құрбым Тұрар Саттарқызы. Қош келдіңіз біздің Әдемі компаниясына және менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама. Өзіңіздің өмір баяныңыз және атқарып жүрген істеріңіз туралы менің YouTube арнама кішкене ойларыңызды бөліссеңіз. Рахмет, Бахаргүл, қош келдік. Қайырлы күн, қазақ елі. Мынандай бір керемет бір бүгін орынға, керемет бір Астананың төріндегі Бахаргүл құрбымның Әдемі деген керемет бір ұлттық кәдесыйларды насихаттап жүрген, жаңағы дәріптеп жүрген, біздің қазақтың құндылықтарының қандай қасиеті киесі бар екенін көрсетіп жүрген Бахаргүл деген құрбымның осындай керемет бір ұлттық кәдесыйлар дүкеніне келдім. Шақырғаныңызға көптен көп рахмет, Бахаргүл ханым. Шынында да біздің қазіргі осы бүгін ғана бір керемет бір дүние оқып едім. Біздің қазақтың мықты бір тұлғасының бірінің біздің дейді ең жаңағы қазақтың бір орыстың ғалыммен кездесіп қалған кез айтады, қазақтың ішіндегі ең жаңағындай біздің осындай мықты болдық десек, жаңағы орыстың ғалым айтады екен, қалай сендер мықты болдыңдар, қазір бүгінгі қазақтан мені көріп тұрғаным басқа дегенде сол кез айтқан екен, мен олардың қалған жұрнағымын деп. Бұл енді бұдан бір 50-60 жыл бұрын айтылған дүние. Шын мәнінде қазір айтсақ, кейде ойлаймын, біз сол бабаларымыздың қандай жұрнағы болып жүрміз, біз сол құндылықтарымызды насихаттай алып жүрміз бе деп, біз сол біздің бабаларымыздың тастап кеткен дүниесіне қандай көзқараспен қарап жүрміз деп. Өткенде бір көшеде келе жатсам, бір не тоқтатып маған айтады, сіз қазақша киінуге ұялмайсыз ба дейді. Мүмкін басқаша сұрақ бергісі келген шығар, бірақ шын мәнінде де біз осы құндылықтарымызды, осы ұлттық киімімізді, ұлттық дәстүрімізді, салтымызды, ғұрпымыздың бәрін мақтан тұтуымыз керек. Себебі біздің бабаларымыз осындай ұлан-ғайыр жерді бізге жаңағы қазіргі замандағыдай бір жоғары технологиямен бір алып қалған жоқ, бізге жаңағы білектің күшімен, терімен, қанымен келген дүние. Міне осының бәрін кей кезде жаңағыдай клиповый мышление, біз есте сақтау қабілет қазір кішкене азайған деп жатады. Ал шын мәнінде біздің ата-бабаларымыз қандай еді? Біздің құндылықтарымыздың бәрін ауызша жеткізген. Енді осы дүниелердің бәрін бізге қалдырып, осындай әрбір өрнегіне мысалы қарап отырсақ, мысалы осындай біздің құндылықтарымыздың әрбір мынау қазақтың оюларының, өрнектерінің өзінің қандай мағыналары бар? Жаңағы өсіп өркендеу дейді, мысалы, жаңағындай көркею деген мағынаның. Осының бәрін білген біздің бабаларымызды біз қалай жаңағындай ұмытып кетеміз. Енді өзім жайлы айтатын болсам, өзім осы Ақмола өңірі Ерейментау ауданында туғам. Біздің енді кезінде Целиноград облысы болдық, Орысша болдық бізде барлығы. Бірақ сол кезде кішкентай титтей кезімде ойлайтын неліктен мен осы қалаға келгенде жаңағы маған қазақша сөйлеме деп айтады деп. Мүмкін сол кезде бір қалыптасқан шығар, бір ұлттық жаңа ұлтыма деген бір сүйіспеншілік, құндылықтарыма деген бала кезімнен жаңа сіздің осы оюларға өте мен жақын болдым. Анамның енді уақыты емес, осы жеңгем болған, әкемнің туысқанының марқұм Қаскен деген апай жеңгеміз болған, сол жеңгеміз жақсы тігетін. Сол кісінің жанында жүріп үйренгем.
сол кезде ақырын әлі есімде де бір оюлы дүниелерді жасап, мынандай креслоларға бәріне істей бастағанда өзім ойлайтын, шіркін армандап өскен кезде мен сондай бір үй жасап, сол үйімнің ішінде бір бәрін ою қылып жасайын депші. Сонда сол кезде қызығатын, мысалы шын мәнінде ол кезде біздің кезімізде ондай дүниелер енді аз. Енді мына Бахаргүл маған риза болатын, осындай дүниелердің бәрін жинап, осыны насихаттап, біздің халқымызға бізге көрсетіп, осыны тағып жүріңіздер. Осыны сіз осы эфирге дейін сөйлесіп қалдық, мына күмістің қандай қасиеті бар екен өзіңізді айтып жатырсыз. Күміс таққым кеп жүреді мен деп. Өйткені біз қазақ күмісті неге таққан? Жаңағы асымыз адал болсын деп таққан. Шашына неге шашбау таққан? Жаңағы ол көз тимесін деп. Сосын жаңағы әртүрлі жақсы жүріс-тұрысқа, жын шайтаннан қорғайды. Мысалы шаштан қаншама энергия бар әйел адамның шашында. Мысалы қазір далада жүргенде, мысалы көптеген мынау адамдардың жаман энергиясы даладағы бәрі жабысып, баспен келеді деген. Сондықтан да жаңағы бәле жаладан шашымен келеді деген мысалы, сондықтан да соған осыдан сол бәле жаладан қорғау үшін деп сол жаңағы күмісті таққан. Әр дүниенің оның астарында философиялық мағына бар. Соның бәрін бізге жаңағындай біз сияқты магистр, жаңағындай бакалавр, доктор, ғалым докторлары болмай-ақ біздің жаңағы дала университетін бірген ата-бабаларымыз сондай дүниелерді бізге тастап кеткен. Біз соны дәріптеп, арғы ұрпаққа жеткізіп, біздің қазақтың мықтылығын біз соны көрсете білуіміз керек. Соны насихаттауымыз керек. Соны насихаттауымыз керек. Ұлттық дүниелерді насихаттап жүрген адамдарды біртүрлі ғұрапылық, мынау кертартпа, ұлттық дәстүрді насихаттап жүргендер деп сондай бір пікірлер қалыптасып жүр екен. Соған қалай қарайсың? Ол осы жақында ғана насихаттау неге ерсі көре ме? Жастар жаһандану заманы ондай дүние кертартпалық деп сондайды да естідім. Құдай-ау. Өте дұрыс айтасыз. Осы бір онда біз енді YouTube каналымызда айтайық, ондай бір-екі ай арылсын да. Бір-екі ай бұрын болған жағдайда енді айтпай-ақ қойын, бір шенді адаммен кездестім да. Сосын кеп айтады, осы тұрашаттарыңызды сіз ылғи артқа тартып жүресіз, құндылық дейсіз, ұлттық тәрбие дейсіз, ұлт дейсіз. Осының бәрі біз қазір прогрессивті заманға келдік. Біз деген жаһандануға келдік. Біз деген жаңағындай ертең бір ұлт болып кетуіміз мүмкін дейді. Әге қарап отырмын да айттым, ай бауырым дедім, осы малды сойған кезде дедім, ең соңында тұяқ серпіп өледі ғой дедім. Ал сонда біз жаңағы бір ұлт боламыз, анандай боламыз, мынандай боламыз деп, біз сонда ешқандай бір кіріп соған тұяқ серппей кете беруіміз керек пе, жаһандануға жұтылып дедім. Шын мәнінде Алла тағалам, Алланың өзі бізді жаратқан, бізді ең бірінші жаңағы адам қылып жаратқан, одан кейін ұлт қылып жаратқан. Сол ұлт қылып жаратқанда Құранның өзінде жазылған ғой бізде. Мен сендерді жаңағындай ұлт пен ұлыс қылып жараттым деп. Әрбір ұлттың өзінің ұлттық ерекшеліктері бар. Біз сол ұлттық ерекшеліктерімізді сақтамай, біз жаңағы айтқан, сіз айтқанда кертартпа, мынау бізге керек жоқ, бұл әжеміздің әңгімесі, бұл қайдағы баяғы заман деп біз сонда жұтыла берсек, біз сонда біздің мынау біз кейде мақтанып жатамыз, біз әлем бойынша жер жаңағы аумағынан 9-шы орындамыз деп. Ал соның тереңінен үңіліп көріңізші, 9-шы орында болу, ол өзінің жаңағындай территориясын ата-бабаларымыз қалай қорғап бізге соны қалдырды. Міне соның өзі мақтаныш қой. Бізге сондай территорияны қалдырып, бізге сондай осындай дүниелерді, тіпті өзіңіз ойлаңызшы, ұлттық құндылықтан да бөлек біздің руханиятымыз қандай, біздің ауыз әдебиетіміз, біздің ертегілеріміз, біздің жырларымыз, солардың бәрін бізге ауызша жеткізген ата-бабаларымызда қалған дүниеден біз жерініп, бізге керек жоқ, біз басқа ұлт боламыз деп, біз қалай біз жаңағындай өзіміздің біріншіден өзің жаратқанның алдындағы ұлт ретіндегі жаңағы өзіміздің бір міндетіміз бар. Екіншіден ата-бабаларымыздың бізге тастап кеткен дүниесінен бізге керек жоқ деп жаңағы өкпесінен теуіп, біз жаңа жаһандануға кетіп бара жатырмыз, бізге мынандай дүние керек жоқ деп қалай біз айта аламыз? Біз олай айта алмаймыз. Дәл сол ұлттық құндылықты білмегендер бірінші жұтылып кетеді. Әрине, ол адам деген мына біздің елбасының сөзі бар ғой, ұлттық код деген. Маған мәселен осы сөз өте жүрегіме жақында. Шын мәнінде ұлттық код деген мына біздің бүкіл қанымыздың бойымен жүріп, ананың жаңағы 62 тамырын жаңағындай 62 тамырын иіп емзет дейді ғой, мысалы аналарды, сол 62 тамырымыздың бойымен бізге келген дүниені, осының бәрін біз
біз керек жоқ деп айта алмаймыз, өйткені ол біздің қанымызда бар дүние. Біз неге кей кезде жаңағы домбыраның жаңағы үні естілсе кәдімгідей арқаланамыз, болмаса атқа мінгенде, әсіресе атқа мінгенде. Мысалы мен жалпы өзім атқа мінгенде мен кәдімгідей арқаланып, елден бір биік болып тұрғандай, өзіңді бүйтіп жаңағы арқаңды бәрін түзеп, керемет бір рух пайда болады да адамның бойында. Бұл дегеніміз біздің қанымызда жатқан дүние. Мысалы сол киелі өнер, киелі құндылық, осының бәрі өте дұрыс айтасыз. Мысалы мен өте бір керемет рухани досым бар, сол кісі айтады да жаңағындай, әр қазақ дейді, киелі дейді. Әр қазақтың бойында аруақ бар дейді. Мысалы солай айтады да, мысалы аруақты дейді. Ата-бабаларымыз үйгенеге қамшыны, ата-бабаның ана белдіктерін, бас киімдерін іліп қояды ғой. Сол ата-баба рухы қолдасын. Рухы қолдасын. Біз енді шын мәнінде осылай өскенбіз, және де біз одан кете алмаймыз. Біз жаңағында енді біздің басты міндетіміз қазіргі кейінгі ұрпағымызға, өзімізден кейінгі ұрпаққа, міне қазір міне Бахаргүл, біз осы буынбыз, біз осы сақтап қалып, осыны біз кейінгі ұрпаққа біз егер қазір беріп кетпесек, біз біріншіден жаратқанның алдында, екіншіден ата-бабаларымыздың алдындағы біз міндетімізді орындамай кетеміз. Сондықтан да біздің жаңағы сіз айтып отырсыз ғой. Болашақта мен де қорқам, кім айтпақшы, Бауыржан Момышұлы айтпақшы. Әлди айта алмайтын аналардан қорқам, ертегі айта алмайтын әжелерден қорқам деп. Расында кейінгі болашақ аналарымыз сондай болып қалып жатса қайтеміз. Өте дұрыс айтасыз. Осы ата-баба өнерін, құндылықтарын жеткізу біздің парызымыз ғой. Не жаңа жақсы дүниені айтып кеттіңіз бе? Ертегі деген. Менің ертегі, ел ертеңі деген жобам бар, өзіңіз білесіз. Балабақшаларға барып, мектептерге барып, ертегі оқимын. Менің бір қорқатын, жаңа сіз қорқам деген дүние, міне сол Бауыржан бабамыздың сол қорқам деген дүние міне қазіргі заманға келіп отыр. Өйткені мен мысалы балаларға ертегі оқығанда 7-8 жастағы бала қанша ертегі білу керек деп ойлайсыздар? Ол кем дегенде 10-15 ертегі білу керек. Бірақ өкінішке орай біздің балаларымыз қазір ертегі білмейді. Неге білмейді? Өйткені олардың үйінде бір ертегі кітап жоқ, жаңағы сөрелерінде бір кітап жоқ. Мектеп болсын, дұрыс білмейді, оқулықтарында тұр екен, осын жақсы оқыдыңдар ма деп баламнан сұрасам, дұрыс бізге оқытпады осын дейді ғой. Міне қараңыз, мен кеше бірақ орыс тілді бір блогердің сөзін оқыдым да, жүрегімен шын айтқанда адам өзі өнеге болу керек та. Біздің кезімізде үйімізде барлығымызда кітапхана болды. Әке шешелеріміз, шешеміз жаңа Қазақстан әйелдерін оқып жатса, әкеміз жаңағы жалын мен жұлдызды оқып отыратын. Мысалы, балалар жаңағы Балдырған, басқа да журналды, Пионер, тағы басқа журналды оқитынбыз. Қазір ата-анасы үлгі болу керек. Үйге мысалы өткенде маған бір әже хабарласты, туысқаным. Осы қыз сенің үйіңде қаншама ертегі бар, маған берші, немереме мен оқып берейін дейді. Мен айтам, әрине мен берем. Бірақ дедім, сіз немереңізді қолыңыздан жетектеп апарып, не дүкенге апарып, болмаса кітапханаға жаздыртып берсеңіз, ол әсерлі болады. Ол баланың есінде қалады. Әжемнің сатып берген ертегісі деп. Сосын кешке қарай оқып, жаңағы ертегінің мағынасын түсіндірсе балаға. Ертегі балаға не үшін керек деп ойлайсыздар? Мысалы, ертегі деген біз қазіргі заманда жастардың арасында жұмыс қалған кезде қандай жастар резюмесі, жаңағы түйіндемесі жақсы өтеді? Талдай білу қасиеті дейді. Анализировать дейді, мысалы, ал талдай білуге бізге ертегі үйретеді. Ертегі, мысалы жаңағындай, жаман мен жақсыны, мейірімділік пен қайырымсыздықтың барлығын бала кезінен бойына үйрендіп. Мысалы, Астананың көшелерінде, сіз енді өзімізді Астананың тұрғыны болғаннан кейін бір ұят нәрсе бар. Біздің Астана, кейде мен айтам, қақырық пен түкіріктің қаласына айналып бара жатыр деймін. Ол жоқ, мысалы, тазалық. Ал сол тазалықты бізді кезінде эко-тәрбиемен ата-бабаларымыз қалай үйреткен? Бізге жаңағындай суға, жаңағындай ағашты, шөпті жұлма, суға түкірме, оттың үстінен аттама, күлді шашпа, ақты түк, сондай нәрселерді бізге бала кезімізден сіңірген. Ал енді міне сол тыйымдарды біз қазір, өткен жолы менді бір сұхбатқа шақырғанда ырым мен тыйымның мағынасы дейді. Біздің ырым мен тыйымның да, мақал-мәтелдің да ар жағында үлкен философиялық дүние жатыр, түсіне білгенге. Осыны біз қазір сіз жаңағы айтқандай қазаққа керек емес, кер тартпа деп қалай айта аламыз? Қандай халықтың осындай мынандай тұнып тұрған тәрбие дүниесі енді бір өкінішке орай осындай ұлттық тәрбиені мектептерге енгізсе, бізде қазір білім бар, бірақ тәрбие жоқ. Дұрыс айтасыз. Отбасы құндылықтарын дәріптеп жүрген жансыз өзіңіз, ата-аналарға, болашақ аналарға,
қыз келіншектерге осы отбасы тәрбиесі туралы тағы бір айтып өтсеңіз. Енді шын айтқан кезде қазір енді мен көп жастармен көп кездесемін, студент жастармен кездесемін. Тіпті маған мынандай сұрақ қойған жастар да болды. Біздің қазақтың мақтанатын дүниесі жоқ дейді. Мен қазақша сөйлеуге көшеде ұяламын деп, мысалы студенттер солай айтады да. Мен мысалы ол жастарға ұрса алмаймын. Неліктен дейсіз? Өйткені біз оған өзіміз, біздің буын кінәліміз. Олардың қазір дүлдәмәл екі жолдың ортасында тұрғанына біз кінәліміз. Енді жастарға, жас ата-аналарға айтарым, мен кей кезде айтамын, мынау 90-шы жылдардағы алаға бар қалаған заман болған кездегі тәрбиесіз кішкене қалып қойған балалар бүгінде ата-ана болды. Сол ата-аналар қазір жастарға, балаларына өз тәрбие бере алмайтын атам. Мен кейде айтамын, ата-аналар мектебін ашу керек. Әр жаңағы бір мектептердің жанынан деймін да. Бастысы біздегі баланың тәрбиесі, мен жаңа тағы да айтамын, рухани тәрбие беру керек. Бізде жаңағындай кейде айтамын, әрине адамға асфальт да керек, жол да керек, су да керек, тамақ да керек, нан да керек. Малға да шөппен су керек, жем керек. Адамның малдан қандай айырмашылығы бар? Оның рухани тәрбиесі, жаңағы біз айтқан ертегі, кітап, және құндылықтарды мынаны сіңіру, мына дүниені біз түсіндіру. Мысалы, мынаны неге киіп жүрсіз? Мынаны не үшін, бұның қандай жаңағындай тәрбиелік мағынасы бар? Тіпті қазір апаларымыздың өзі өткен жолы кимешек түскен суретіме қарап айтады, сіз кемпір емессіз, неге кимешек киесіз деп. Осындай нәрселерді біз насихаттай беруіміз керек. Мысалы, кимешекті не үшін киеді? Кимешекті қай уақыттан бастап киеді деген. Осы жастарға айтарым, балаларыңызға ең бастысы ертегіден бастау керек, бүкіл құндылықты сіңіру керек. Мына адамның көкірек көзі деген болады мына жерінде. Рухани көз. Осы рухани көзі толған бала, ол ешқашан жамандық жасамайды. Ол ұрлықшы болмайды, ол жемқор болмайды. Ол жаңағындай жаман суицид, басқа да жағдайларға бармайды. Өйткені рухани көз онда толық, оның оң, жаңа өткен жолғы біздегі бір жағдай болды ғой, жаңа 4 балаға байланысты суицид. Мысалы, мен сол жерде бұл рухани тәрбиенің жоқтығы деген мақала жаздым. Өйткені шын мәнінде осы дүниені бізге түсіндіру. Жастарға айтарым, келе жатқанына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы келе жатыр. Баршаңызды мен осы керемет қасиетті мерекемен құттықтаймын. Біздің ата-бабаларымыздың аңсап өткен мерекесі бұл. Сондықтан да баршамыз, бізде қазір шын айтқанда кей кезде мен айтам, бір аштан өліп көштен қалып жатқан жағдай жоқ. Бастысы бізге мына руханиятымызды биіктетсек, рухани құлазу болмаса, рухани құлдырау болмаса, біз Алла тағаланың назарындағы мына қазақ деген киелі ұлтпыз. Сондықтан осы қазақтығымызды сақтайық. Және де мына Бахаргүл құрбым айтарым, осындай құндылықты насихаттап жүрсің. Әрқашанда міне бүгін жақсы жаңалықты естіп жатырмыз. Еңбегі сіңген қайраткер атағын алып жатсыз. Осы жаңағы марапатыңызбен, мәртебеңізбен құттықтаймын. Және де сіз оған әбден лайықсыз. Бұдан да артық биік марапаттарға ұсыныла беріңіз. Себебі ұлттық құндылықты насихаттап жүрген адамдар қандай да марапатқа лайық деген келеді. Ой, рахмет. Тұрар Саттарқызы, біздің YouTube каналымызға келіп, тұшымды ойларыңызды айтқаныңызға үлкен рахмет. Құрметті менің оқырмандарым, қазақ халқының салт дәстүрін, ырым тиымдарын, наным сенімдерін білгілеріңіз келсе, және ұлттық құндылықтарымызды біліп, және оған сусындағыларыңыз келсе, біздің каналымызға тіркеліңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Және біздің құтты қонақ айдарымызда Тұрар Саттарқызы сияқты қоғам қайраткерлері және де қоғамдағы белсенді осы ұлттық құндылықтарды насихаттап жүрген адамдармен бірге менімен сұхбат болып жатыр. Сонда тыңдап көре аласыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлегенқызы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.